Қайырлы күн, ханымдар, өзіңізге уақыт бөліп, табандылық танытып, осы сабаққа келгеніңізге алғысым шексіз. Өз-өзіңізді мақтан тұтып, құрмет ретінде өзіңізге бір шапалақ ұрып қойсаңыз болады. Бұл проработка «Тотальное прощение всех обидчиков» деп аталады. Яғни сіз кімге ренжулісіз, соған қалып қойған эмоцияны, сезімді қайтару техникасы. Жалпы обида дегеніміз не? Обида, өкпереніш, ол подавленная злость. Білесіз, ол денемізде, бейсанамызда қандай да бір блок болып қалыптасады. Ол блоктар өте көп, просто сана оны мойындай бермейді. Жоқ, ренжіген жоқпын, мен оған ешқандай ренжіген жоқпын, көңіліме алған жоқпын деп ми қарсыласады. Ал негізінде ол бейсанаңызда жатыр. Кез келген обида ол біздің жолымыз жабады. Келетін ризығымызды, нығметімізді, табыстың да жолын жабады. Ауыр жүк секілді барлық энергияңызды сорып тұрады. Сондықтан адам подавленный, еш нәрсеге зауқы жоқ, бір істі бастай алмайды, бастаса аяғына дейін апара алмайды. В общем, айтқанда бақытты бола алмайды. Ең алдымен іштей ниет етеміз. Ішімізден бисмиллах деп, Алладан үміт етіп, осы психологты себепші етіп, осы проработка арқылы іштегі өкперенішті, ашуды, ыза, қорқыныш, кінәлі сезімнен құтылғым келеді деп ниеттеніңіз. Нәтижені, өзгерісті, жеңілдікті бір Аллахтан ниет етіңіз. Ал бастаймыз. Бисмиллах, көзіңізді жұмыңыз, терең дем алыңыз. Вдох, выдох, 3-4 рет мұрынмен дем алып, ауызбен шығарамыз. Өзіңізге ыңғайлы обстановканы жасап алыңыз. Есігіңізді жауып, тыныш жерге отырып, еш нәрсе ойламаңыз, терең дем алыңыз, көзіңізді жұмыңыз. Миды, сананы, логиканы сөндіріп тастаңыз. Енді есіңізге түсіріңіз. Кімге ренжулісіз? Қай адамға қандай эмоция ұстап қалдыңыз? Кімге қатты ренішіңіз бар? Мүмкін әріптесіңіз, мамаңыз, папаңыз, күйеуіңіз, кез келген адам. Өзіңізге 3-4-5 адамға дейінгі адамдарды өзіңізге қарап алыңыз. Кімге ренжулісіз? Толық денені босатыңыз. Қазір біз психодрама техникасын қолданамыз. Ол адамға айта алмаймын, ол адамнан қорқамын деген нәрселердің барлығын мидан шығарып тастаңыз. Сіз ол адамға емес, ол адамның мида вымышленный образына айтатын боласыз. Мысалы, Айгүл, сен мені қатты ренжіттің, или Самал, мен сенен бұндайды күтпеп едім, мен саған қатты ренжідім, сен бүйткенде сөйткенсің, сөйткенде бүйткенсің, мен сені осылай қабылдап қалдым деп ашық ренішіңізді, претензияңызды білдіріңіз. Ең бірінші ренішіңізді мен саған ренжулімін деп бөлек-бөлек каждыйына айтып шығамыз. Прям осы видеоны паузаға қойып 15-20 минут уақытыңызды бөліп, полный асықпай ішіңізде каждый адамға әрқайсысына бөлек-бөлек барлық сезіміңізді білдіріңіз. Біраз уақыт өтті, енді денеңізге мән беріңіз. Тело помнит все, я? Денеңіздің қай жерінде әлі де ауыртпалық бар. Мүмкін тамағыңызда комок бар, мүмкін ішіңіз ауырып кетті, басыңыз ауырып тұр. Это все нормально. Тағы да қараңыз, зерттеңіз денеңізді, тыңдаңыз, қай жерінде қысым сезіліп тұр. Қандай да бір жерде қысым болатын болса, кеудеңізде, тамағыңызда өксік келіп тұратын болса, значит, айтылмай қалған әлі де сөздер қалып қойды. Даже мысленно қайтадан оны айтып тастауға болады. Мысленно ұрып тастауға болады, айқайлауға болады, жылауға болады. Өзіңізге барлығын рұқсат етіңіз. Барлық эмоцияны шығарыңыз. Міндетті түрде дауыстап айтасыз, ол өте маңызды. Енді барлығын шығардыңыз, айттыңыз, жеткіздіңіз деген ойдамын. Тағы да денеңізді тыңдаңыз. Біраз жеңілдеп қалдыңыз, біраз кәдімгідей сізге рахаттанып қалдыңыз. Ішіңізден барлығы босап, еркін тағы да демалыңыз. 3-4 рет вдох, выдох жасаймыз. Осыдан кейін бірте-бірте уже олардың жақсы эмоциялары сіздің есіңізге түсе бастайды. Олардың да қарапайым пенде екендігі, олардың да қателесуге құқығы бар екендігі сіздің санаңызға бара бастайды. Осыны түсінуге тырысыңыз. Олар да қателесуге, ренжітуге құқылары бар. Оларды, мысалы, әкеңіз болуы мүмкін, ағаңыз, жақын туысыңыз, күйеуіңіз, оларды да жақсы әке, жақсы ана болуға ешкім үйреткен жоқ. Осыны түсініп болғаннан кейін іштегі жеңілдікті сезініңіз.
қаншалықты сіздің иығыңыздан ауыр жүк түсті, қаншалықты өзіңізді жеңіл, воздушно, легкое сезінесіз. Енді осы адамдарыңызға қайтадан бір-бірлеп әрқайсына жақындаңыз. Ойша жақындаймыз. Енді осы адамның күшті болып кеткенін елестетіңіз. Ол адамның да әдемі болып кеткенін, ол адам мысалы сырқат болса жазылып кеткенін, мінез құлқының жақсарып кеткенін, жолы ашылып, мүмкін байып кеткенін елестетіңіз. Сол адамның былайша айтқанда құлпырып кеткенін елестетіңіз. И шынайы түрде өзіңізден ол адамға бақыт тілеңіз. Бақыт тілейсіз, кәдімгідей күшті тілектер айтыңыз. Мысалы жаңағы ренжіген Айгүл болсын, Самал болсын, мен саған өмірдің бар жақсылығын тілеймін, или мамаңыз болатын болса, мама, мен сені қатты жақсы көремін, именно сенің менің мамам болғанына қатты қуанамын. Әкеңіз болатын болса да дәл осылай жылы лебіздеріңізді, тілектеріңізді білдіріңіз. Осы техниканы дәл мен айтқандай бірме-бір асықпай полностью жасайтын болсаңыздар, сіздің прям басқа да потенциалдарыңыздың ашылуына, жолыңыздың ашылуына, өзіңізді табуға үлкен жолдар ашыла бастайды. Өміріңізде керемет өзгерістер бола бастайды. Ал сіздерге қайырлы білім болсын, пайдалы болсам, өте қуаныштымын. Егер де қандай да бір проблемаңыздың нақты шешімін алғыңыз келсе, глубинный проработка, мүмкін сізде одан да қиын травмалар болуы мүмкін, ата-анаға өте қатты реніш, или әкесіз өскен, или түрлі әкеңізден қиындықтар, әкеңіз ұрған болуы мүмкін, күйеуіңіздің изменасын кешіре алмауыңыз мүмкін, тағы басқа да қиын ситуациялар болатын болса, мен сізді жеке терапияға шақырамын. Ол жерде барлық проблемаңыздың нақты шешімін аласыз. Менімен бірге-бір жұмыс жасау арқылы. Ол үшін WhatsApp нөмірге хабарласып, болмаса дайректке плюс жіберсеңіз болады.